бір сақина, екі сақина, үш сақина. Әр сақинаның арасындағы жік. Сол жікпенен мантия заты келеді. Сол жарылымдарменен мантия заты, мантиядан бөлінген металл ерітінділері кіреді дағын, содан кен орындар пайда болады. Мен геолог едім деп айтсаң, мынау геолог екен, сол минералдар деп отырып дейді. Ал отырып алып айта берсеңіз, не сандалып отыр дейді. Сол айтылуға қарай тек қана мыс бар екен деп ойлайды. Ол мыс емес, сол жерде 15-17 элемент бар. Соның ішінде шынында құпиясы да бар. Мен Жезқазғанда 10 жыл жұмыс істеп, сол Жезқазғанда 15 элемент бар, соның ішінде екеуі айтылмай кетті. Қазақ тілінде сөз бар, 7 қат жер астында деген. Ол қазекеңдер қалай соны біліп қойған білмеймін. Шын мәнінде де Қазақстан 7 қаттан тұрады. Мен айтар едім, ең дұрыс тарихшы осы геологтардың шығады деп. Олар өткенде құбылысы жердің планетасының тарихын біледі. Геологтар шығады оған, балғас қолында, ана көрген тасты алады, балғамен бір переді, қарайтын не екенін. Қарағарта кете береді. Қазір ондай қалды, ол жердің бетіне шығып жатқан бәрін тексеріп болдық біз. Ассалаумағалейкум, құрметті AZ Geology арнасының көрермендері. Бүгінгі біздің қонағымыз Қазақстан Республикасына еңбегін сіңірген геология, минералогия ғылымдарының докторы, профессор, академик, Қазақстанның минерал шикізат қорына зор үлес қосқан тұлғамыз Әділхан Бегілдіұлы Байбатша. Интервьюімізге қош келдіңіз. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз геологияны жалпы қазақ тілінде, жалпы түсінікті тілмен талқылау. Жастарға геологияның қызығушылығын ояту және адамзат пен табиғат арасындағы байланысты талқылаймыз. Әділхан аға, жалпы сіз геологияға қалай келдіңіз? Бұл мамандыққа қызығушылығыңыз қалай пайда болды? Сол жайында айтып өтсеңіз. Рахмет, сәлематсыздар ма? Мына үлкен құптарлық іс бастап отырсыңдар. Көпшілікке геологияның не екенін жеткізу, геологияның мәнін түсіндіру өте маңызды нәрсе. Көпшілік естиді, біле қоймайды. Геология деген өте қызық ғылым, әрине оның өзінше ерекшелігі бар. Бізде кейін осы өнеркәсіпті, өндірісті бәрін минерал шикізатпен қамтамасыз еткен соң геологияға ептеп азайды қызығушылық. Бұрын 40-шы жылдары мектепте минералогия дейтін пән өтетін. Математика, физика, химия деген сияқты арнайы. Өйткені барлық жастарды қоғамды осыған дайындайтын. Кейін қоры жеткілікті болған соң басқа да жаға байланысты ол геология былай сырт қалды. Геология өзінше жүріп жатқан сияқты, басқа қоғам, басқа өнеркәсіп салалары өзінше жүріп жатқан сияқты. Мен мектепте оқып жүргенде осы геология деген саласы өте дамып, барлық радио, телевидение осы геология туралы айтып жатады. Ол кезде мұнай геологиясы дамый бастады. 60-шы жылдардың басында мына Сібірден мұнай кен орындарын ашты гиганттар, қазақша айтқанда алып кен орындар ғой. Ол сол бір кен орнының өзі біздің Қазақстанда барлық мұнай кен орындарымен бірдей алыптығы сондай. Біздің Қазақстаннан бұрғылау бастап фонтандар атқылай бастады. Оны әрине бұл радиода, телевидениеде айта берген соң ол жастар да естиді, үлкендер де естиді. Басқа да Қазақстанда ол мұнай мен газға сол көңіл бөлгеннен басқа оның алдында мына әртүрлі металл пайдалы қазбалар. Темір болсын, көмір болсын, алтын, күміс деген сияқты. Осыларды естіп, көріп, оқып өскен соң кішкене қызығушылық пайда болған рас. Мен мектепте оқып жүргенде Сәтбаев деген ұлы тұлға болды. 64 жыл қайтыс болды, мен 10-шы класс оқып жүргенде. Сол Сәтбаевпен тығыз байланысты бұл геолог деген өзі. Сәтбаевтың еңбегін уағыздап, жеткізіп отыратын, оны еститін біз, естіген бір құлаққа сіңетін қалатұғын. Геологияға алғашқы қызығушылық солай туған шығар. Қазақстанды сол кен байлығымен қамтамасыз етіп, Қазақстанның байлығын арттыра берсек деген сияқты енді ой болған болу керек. Ол кезде қандай ой болған дәл есімде жоқ қой. Бірақ сол мына уағыз, ең басты уағыз өз. Сол радиодан, телевидениеден айтқан, біздің геология саласындағы жетістіктеріміз айтқан сайын құлаққа сіңе берді. Құлаққа сіңген сайын соған қызығушылық оянды. Мүмкін солай келген шығарым биология саласына. Керемет, рахмет. Жалпы сіздің ең бірінші экспедицияңыз есіңізде ме? Ол қандай сезімге толы болды? Романтика ма, әлде қиыншылық болды ма? Және де одан алған тәжірибеңіз өмірлік ұстанымыңызға қалай әсер етті? Бірінші экспедиция ол бізде өзі оқып жүргенде біз 5 жыл оқыдық қой, инженер. Кондиционный инженерлер шығарады оны. Бірінші курстан кейін таныстыратын практика, екінші курстан кейін, үшінші курстан кейін, төртінші курстан кейін өндірістік практикалары бардық.
Бірінші мен практикаға 3-ші курстан кейін, жоқ 4-ші курстан кейін бетпақдалаға барғам. Қазіргі шу құзбаны дейді, өте ерекше геологиялық құрылым. Ол жерде геология қатыстың барлығы бар. Оның қызықтығы мен үшін неде болды? Мен аудиторияда оқыған білімімді практикада тексеру керек. Қасыңда коллектор бар, маршрутқа кетесің, басқа ешкім жоқ саған. Мынау анандай деп айтады оған. Қарасың, соны жазасың, документация жасайсың. Сол кезде менің білімім ана документацияға жете ме деген жауапкершілік. Біз оқығанда енді сол жақсы оқыдық, білім алу үшін оқыдық. Ол кейін ептеп оқуға деген қызығушылық азайды. Өйткені мынау союз ыдырап кеткен соң өндіріс салалары жеке қалды, кейбіреулер жабыла бастады. Жабылған соң оған мамандар керек болмай қалды. Баратын жұмыс істейтін жер болмаған соң оқып жүргендерде әрине қызығушылық азайды. Біз сол алған білімімізді практикаға тексеріп, мен осыны біледі екенмін деген жағдайға келсек, ол жақсы деп бірінші экспедицияға барғандағы менің алған әсерім осындай. Келем, начальник партия көреді, мынауың дұрыс жасапсың дейді. Ол жақсы нәрсе. Ол практика деген аты болмаса, ол мен үшін, басқалар да солай, менің потокта оқыған барлығы. Оларға бұл оқу жалғасып жатады. Анау Таужынысты жазған кезде дұрыс жазып тұрмын ба деп петрография оқулы қолымда болатын. Минералдар қараған кезде осы ма екен, осы емес пе екен, бетектен учеб қолда болатұғын. Так что бұл біздің замандағы практика оқудың жалғасы сияқты көрдік. Сол білгенімізді іске асырсақ, менің жазғандарым осы дұрыс болып шықса деген ой жетелеп, бізді жауапкершілік. Ең басты жауапкершілік өзі. Ең басты жауапкершілік. Сол бірінші өзімнің еңбегіме риза болғаным сол бірінші экспедицияда. Сол 4-ші курста жүріп мен 3 лист карта жазып тастаған. Ол карта жасау деген ең былай геологияның қорытынды нәрсесі. Сол кезде аудиторияда оқығаныңды, кітаптан оқығаныңды, естіген бәрін қорытындылап іске пайдалану керек. Егер бір жерін дұрыс жазбасаң, ол дұрыс болмайды. Сондағы бірінші экспедициядан алған әсерім осындай. Мен мамандықты игеріппін ғой. Мен геология саласында жұмыс істей алады екенмін ғой деген ой келген өте жақсы нәрсе. Рахмет, Әділхан аға. Келесі сұрағыңыз мынандай. Жалпы адамдарға геология деген мамандық ол тау тасты жинау, дала кезу деген бір түсінік қалыптасқан. Сол түсінікті былайша айтқанда геолог ретінде түсіндіріп бере аласыз ба? Ол өте жақсы сұрақ. Осы сұрақты жауабын тыңдап отырған барлығы санасын сіңірсе, ол нәтиже берер еді. Геологияның өзі қызықтығы неде? Біз жер планетасын зерттейміз. Жер планетасы деген өзінше өте күрделі материалдық дене. Ол пайда болған уақыты бар, дамыған кезі бар. Сол дамыған кезде әртүрлі туындайтын процестер бар. Сол процестер әртүрлі минерал, шикізаттардың пайда болуына, кеннің пайда болуына, алтын күмістің пайда болуына әкеледі. Бұл құбылыстарды білу үшін арнайы осы маман болу керек, түсіну керек. Ол табиғаттың сырын қырын білу керек. Егер табиғаттың сырын қырын білсең, жердің не екенін білсең, ол былай өзіңнің ойыңды кеңейтеді, өмірге көз қарасыңды кеңейтеді, байытады. Бұл өте жақсы нәрсе. Бұл тек қана геология емес, өз барлығына керек. Біздің планетада тұрып жатқан адамның барлығына. Оны неге айтып отырмын? Олжас Сүлейменов деген ағамыз бар. Ол барлығы оны ақын дейді, қоғам қайраткері дейді, мемлекет қайраткері дейді, оның мамандығы геолог. Ерекше талант иесі геолог болып жүріп, өлең жазып, шығармалар жазып, содан сол кейін ақын болып кеткен. Сол Олжас Сүлейменов өзінің сол геология саласында, литература саласындағы, әдебиет саласындағы, поэзия саласындағы әріптестерімен сөйлесіп отырады ғой. Сонда сөйлесіп отырғанда Олжас Сүлейменов олардың мына көзқарасы шектеулі екенін байқайды. Олжас Сүлейменов планета деңгейінде ойлап отырса, сондағы айтқан сөзі бар, өте қанатты сөз деп ойлаймын. Барлық мамандықтарды оқитындарға геология курсын оқытса пайдалы болар еді дейді. Ол шынында да солай. Біздің экономистер мәселен. Басқа салалардың барлығы сол кең ауқымды ойлауды қажет етеді. Егер геологияны білсе, ары қарата жеңіл болады. Геология деген өзі оқудың екі жағы бар. Біреу танымдық жағы.
табиғаттың қыр сырын біле тұғын. Екінші, енді практика керек жағы әртүрлі өмірге, өндіріске керек кен орындар табу. Танымды жағынан сол кішкене білім алса, жалпылама пайдасы болар еді, геологияны оқу керек еді деген олжас сүлейменовтің содан. Әртүрлі саланың мамандары бар. Медиктерге. Медиктер бірсің өзінің терминдерін басында қатырады. Біздің геология одан да күдіребейді. Терминдер одан да көп. Біз сол отырып алып, сол терминдеріміз айта берсек, оны бізді ешкім түсінбейді. Мен геолог едім деп айтсаң, мынау геолог екен, сол минералдар деп отыру дейді. Ал отырып алып айта берсең, не сандалып отыр дейді. Сонда қоғам көбінесе геологияны түсінуге, геология саласындағы әңгіме жүргізуге дайын емес. Ептеп осыны кішкене жалпылама, бұл не екенін түсініп өтсе, қоғам, әр қоғам мүшесі бұл пайда болады. Сонда қазір сендердің алып отырған интервьюлерің, беріп отырған жауаптарым осындай пайда келтірсе жалпы қоғамға. Бұл өте жақсы дүние. Бұл енді мен қазір айтқаннан барлығы қазір тұрып алып геолог болып, маман болып кетпейді. Оған әрине жылдап оқу керек. Қоғамға пайдасы сол, біздің әр қоғамның мүшесі, мен Қазақстан емес, жалпы адамзат. Геологияның түсінбейтіні, ол геология не беріп жатқанын біліп отырған жоқ. Әр адамның қолында телефон жүреді. Операторлар түсіп отырған аппаратура. Осының барлығы материалдан жасайды. Металл болсын, металдың қоспалары болсын, осының бәрі геология береді. Егер сол геологияны білсе, телефон ұстап отырғандар, машина жүргізіп отырғандар, машинасында кетіп бара жатқандар, осының барлығының, осы менің телефон сөйлесіп отырған, машинамен келе жатқан геологтардың арқасы десе, онда геолог көзқарас басқаша болар еді. Егер осыны әр адам сезінсе, әрине геологияда кішкене геологтарға да, геологияға да былай дұрыс көзбен қарар еді. Ол енді бір жағынан танымдық жағы, қоғамдағы адамдардың біліп білмеу жағы, жалпы геология, мынау қазір тыңдап отырған, көріп отырғандардың бәрінің санасында сіңірімге отырған, геология бізді асыраушымыз. Біздің ресми дерек бойынша біздің бюджеттің 75%-ін беретін минерал шикізат секторы. Ол минерал шикізаттары қайдан келеді? Оны геологтар тауып өндіріске қосады. Геологтар тапқан кен орынды игереді, кеншілер кен өндіреді, өндірген кенді металлургтар байытып металл жасайды, арғарта металдан түсінікті. Келе жатқан машинамыз да сол металдан, сөйлесіп отырған телефондарымыз да сол металдардан. Ол минерал шикізаттың түрі көп. Біздің Қазақстанда минерал шикізат пайдалы қазбалардың кен орындары көп. 2008 жылы Қазақстан пайда қазбаларының картасын жасағанбыз. Сол картада көрсетілгені 2273 кен орын. Әртүрлі салада. Қазір енді ресми дерек бойынша геология саласынан 10 мыңға жуық әртүрлі кен орын, кен біліні, минерал точкалар бар, нүктелер бар деген сияқты есепке алынған сондай санда. Соның бәрін ары қарата зерттесек, ол зерттеген не? Ол бар деген сөз, болды, дайын деген сөз емес. Мына жерден кен өндіреміз, кеннен металл аламыз, металдан қажетімізді жасаймыз деген сияқты. Оны ары қарата зерттеу керек. Ол геологияның қиындығы осында. Табылған бетте ол іске жарай бермейді. Ол табылғанда ары қарата зерттеп, сол іске жарамды күйге келтіру үшін 5, 10, 15 жыл кетеді. Үлкен рахмет, өте ауқымды жауап. Менің ойымша бұл біздің каналымыздың көрермендеріне түсінік танымның қалыптасуына бірден бір көмектеседі деп ойлаймыз. Менің бір келесі сұрағыма сіз жауап бердіңіз деп есептеймін, бірақ дегенмен бір-екі ауыз айтып кетсеңіз. Сіздің сөздеріңізден жиі еститініміз геология экономикамыздың іргетасы деп айтасыз. Сол осы сөздің мағынасын, мәнін кішкене жалпылама геолог емес адамдарға түсіндіріп өтсеңіз. Жаңа ептеп біршама бұл туралы түсінік беруге тырыстым. Жалпы соның бәрін қорытындылағанда дәл осы айтқан сөзің шығады. Геология экономиканың тірегі. Егер біздің минерал шикізат базасы болмаса, ол экономика болмайды. 70% бюджетке түспесе не болады? Есептей беріңдер. Алып отырған бюджеттен алған айлықтардың 70% болмай қалады. 30% ғана қалады. Біздің қазір президент геология саласына айрықша тапсырма берді. Өзінің бір жолдауында бір кездесуін арнайы осы геологияға арнаған.
геологияны дамыту керек деп. Енді ол кездескен сайын мұны айта бермейді ғой. Бір тапсырма берді, ары қарата мұны басқа саласын дамыту керек деген сияқты. Бір кезде Совет үкіметі кезінде соғыс бітті. Соғыстан кейін үкіметті, мемлекетті көтеру керек болады, экономикасын бірден көтеру керек. Ол көтеру үшін не керек? От минерал шикізат керек. Кен өндіреміз, металл аламыз, металлдан машина, оборудование барлығын жасаймыз. Сол кезде геология саласына барлық саладан көп ақша бөледі оған. Ол кезде қара металлургия министрлігі болды, түсті металлургия министрлігі болды, мұнай газ министрлігі болды, құрылыс материал. Сол кездегі 5 министерствоның ақшасы геология бөлген ақшаға аз екен. Сонда бір геологияға өзі солардың көп. Оның мәнісі неде? Егер геология өндіріске, өмірге қажет шикізат кен орындарын ашса, кен орындарын біз соларды өндіреміз деген экономиканы байытамыз. Егер ол болмаса, ештеңе байымайды. Өзі сол үкіметтің сол кездегі шешімі дұрыс болып шықты. Геологтар Союздың масштабында, соның ішінде Қазақстанның масштабында өте ауқымды жұмыс істеді. Көп кен орындар тапты, көп кен орындарды өндірді. Сол өндірген заттарымыздың бәрі экономиканы дамытуға келді. Сонда экономика біздің негізі геология деген содан шығады. Қазір бір кен орын жабылса, ол кен орында жұмыс істеп жүрген 10 шақты мың адам далада қалады. Сол өндірістен алатын өнім болмайды. Ол өнім болмаған соң ары қарата қазіргіміздің машина жасау, өндіріс дегеніміз бәрі тоқтап қалады. Өзі Союз ыдыраған кезде деп тоқтап қалды ғой. Өндіріс тоқтаған бетте бәрі тоқтады. Бәрі тоқтаған бетте экономика нөлге түсті. Ақша жоқ, зат жоқ, алатұғын басқа тұтынатын күнделікті зат жоқ. Бірден геология мен экономиканың байланысын бірден сездік. Ол сезгенде мамандар, осы саладағы адамдар сезді. Жалпы адам жоқ қой, магазинге барады, алатын киімі жоқ, алатын тамағы жоқ, айқайлап кетеді. Ал не себебі не екен онша түсініп жатқан оларға керек. Өйткені адам тұтынушы. Ол өзінің ғана жағдайын ойлайды. Жағдай жақсы болса, бәрі жақсы болады. Ал соның жақсы болатыны тікелей геологияға, тікелей минерал шикізат базасына байланысты. Өте керемет жауап, Әділхан аға. Кен орындар демекші, біздің Қазақстанымызда көптеген айтып жүрген мұнай кен орындары, алтын, күміс, тағы басқа кен орындарымыз бар. Бірақ ол кен орындардың артында үлкен геологтардың жұмыстары жатыр ғой. Қазіргі таңдағы Қазақстанның геология барлау жұмыстары жалпы зерттелу жағынан қандай орында деп ойлайсыз? Біз енді мемлекеттің басшысының тапсырмасы бойынша, жалпы саланың өз күнделік жұмысы бойынша бұнымен жұмыспен айналысамыз. Бірақ әрине жеткілікті көлемде емес. Жаңа мен одақ кезіндегіні айтып кеттім бір мысалға. Қанша қаржы бөлінетіні, қанша ауқымды жұмыс атқарылатыны. Соның бәріне қаржы керек. Қаржы болмаса тоқтайды. Қаржы болмай тоқтап та қалдық біраз. Осы 90-шы жылдарда геология саласы бірден тоқтатты десе де болады барлығы. Қаржыландырмаса әрине тоқтайды. Біз енді геологияны сол Союздың кезіндегідей, одақтың кезіндегідей көлемде жүргізе алмаймыз. Оған көп қаржы керек. Біздің Қазақстан қаржысы оған жетпейді. Біз бюджеттің қаржысының бәрін соған салып берсек те жетпейді. Біз не істеуіміз керек енді? Біздің мемлекет басшысы дұрыс айтып отыр, инвестиция керек шетелден. Мына мұнай газ саласы басқа минерал шикізаттардан бір тиімдісі, мұнай газ бірден қолданса келе береді. Бұрғылаймыз, фонтан атқылайды, мұнайды жинаймыз, өңдейміз, бірден содан керекті ала береміз. Басқа минерал шикізат көздерін ол өндіру керек, ол соңғы нәтиже, соңғы өнім алғанға шейін қаншама қаржы, қаншама шығын кетеді, уақыт кетеді. Мұнай газ саласының сол бізге келтірген пайдасы сол, бірден бюджетке қаржы түсті. Бюджетке қаржы түскен бетте ептеп әр сала жұмыс істей бастады. Қан тарай бастады әр салаға. Қан тараған соң өнім шыға бастады. Дүкендерде бізге қажет өнім пайда бола бастады. Ал сол мұнай саласы бізге қалай пайда келтірді? Ол ақшаны қайдан таптық? Сол кезде біздің бірінші президент Назарбаев өзі өте жақсы саяси шешім қабылдады. Шетелдіктерді бізге шақырды. Шетелдіктерге сендер бізге келесіңдер, өздерің ақшаларыңа жұмыс істейсіңдер. Ол өзі әр салада мына салық деген болады. Салық төлеу керек. Сендер бізге жұмыс істейсіңдер, 5 жыл салық төлемейсіңдер деді. Тегін өздерің жұмыс істей бересіңдер. Сол өндіріс болғаннан кейін бізге сол қажет шикізат бергеннен кейін
өздерің пайда таба бастаған соң бізге де қаржы төлейсің, салық төлейсіңдер деп. Ол өте жақсы дұрыс шешім болды. Ол басқаша жолмен оларды шақыру мүмкін емес еді. Өйткені союз ыдырап кеткен кезде сенімсіз туды ғой бәріне. Міне кеше ыдырап кетіп еді, ертең және ыдырап кетсе, барлығы жұмсаған ақшамыз далаға кетсе қалай болады деген сияқты. Олар бірден пайда тапты дағаны бізге сол сенімді түрде ары қарата жұмысын жалғастырып, салығын төлеп, бюджеттің кішкене қарнын толтыра бастады. Бұл өте жақсы шешім, өте қажет нәрсе. Қазір енді сол бізге қажет деңгейде, біздің бюджетіміз бұдан да еселеп көбею үшін, салық көп түсу үшін, өнім көп түсу үшін, оған қаржысы ештеңе шықпайды. Ал өзіміздің қаржы жетпеген соң, біз шетелдік инвесторлардың қаржысын тартыңдар деп бізге мемлекет басшысының тапсырма беріп жатқан сол. Барлық салаға. Ол геологияға ғана емес, машина жасауға да сол, ауыл шаруашылығына сол, киім кешекке де сол, құрылысқа да сол. Барлығына қаржы керек. Қаржы біздің өзімізде жете қоймайды. Жетпеген соң, ал жұмыс істеу бізде өте үлкен ауқымды. Соған қаржы жетсе, сол ауқымды жұмысты ары қарата жалғастыра береді. Түсінікті. Рахмет Әлихан аға. Келесі сұрағымыз, жалпы бұрын геолог далада компаспен, пикетажка дейміз, сондай жабдықтармен жұмыс істеген. Қазіргі таңда технологиямыз өзгерді. 3D модельдеу дейміз, жасанды интеллект қолданамыз, далада дрондар, лазерлар қолданамыз. Жалпы осы жаңа технологиялар геологияның рухын өзгертті ме? Қалай ойлайсыз? Міндетті түрде, тек қана рухын емес, жалпы геологиядағы атқарылатын жұмыстың мәнін де мәнісін де өзгертті. Бұл жаңа технология тек барлық салаға қатысты, соның ішінде геологияға да. Бұрын геологтар шығатын, балғас қолында, ана көрген тасты алады, балғамен бір переді, қарайды не екен. Ары қарата кете береді. Қазір ондай қалды, ол жердің бетіне шығып жатқан бәрін тексеріп болдық біз. Енді біздің аяқтың астындағы көрінбейтін нәрсені, әртүрлі тереңдікте. Ол 10 метр тереңдік болсын, 100 метр тереңдік болсын, бізге көрінбейді. Міне біздің аяғымызда мынау жатыр кабралардың. Астында не жатқанын білмейміз ғой. Геологтар соның астында не жатқанын білу керек. Оны жаңа техника, жаңа технологиясы біле алмаймыз. Тұрып алып оны қанша иіскесең де, мынау жерде ойлансаң да ештеңе көрмейсің, білмейсің. Жаңа технология өте қажет, ол технологияны дамыту керек. Қазіргі мына техниканың барлығы осы салада. Мен қазіргі геологияның күйін бұрынғы біздің тұрмыстағы өзіміз күнделікті өмірдегі бір жағдаймен салыстырайын. Қазір мына әр баланың қолында да үлкен еңкейген қарт пен еңбектеген баланың қолында да қазір телефон. Бұрын ондай болған жоқ. Бұрын сол бір үйде телефоны болса, ана проводпен келеді оған. Көтерсең ол кейде қосылады, кейде қосылмайды, сол үлкен жетістік болады оған. Ойбай, телефоны бар екен, телефонмен сөйлесуге болады екен деп. Егер біз сол күйдегі қазір геология жұмыс істей берсек, ештеңе шықпайды. Дәл осы күнделікті өмірдегі сияқты, әркімнің қолындағы телефон сияқты, әркімнің астындағы машина сияқты техника болу керек. Сол техниканы пайдаланатын жаңа технология болу керек. Бұл геологияның нәтижелілігін арттырады. Арттырып та жатыр, тереңде. Әртүрлі геофизикалық приборлар керек. Геофизика деген өзі геологтардың көзі мен құлағы дейді. Тереңді көрсетеді, тереңдегі негізін естеді. Сондай зерттеулер жүргізсек, біз қай жерде қандай кен орны бар екенін болжап біле аламыз. Бұл жаңа техникасы, жаңа технологиясы, жаңа өзің айтып отырған техникалардың көмегінсіз бұл жүрмейді. Қазір цифрландыру заманы. Өзі геология бұл цифрландыруға баяғыда өтіп қойған. Геологиядағы барлық ақпарат цифрландырылған. 2000 жылға шейін әрине ол машинамен басты, қолмен сізді ол енді қарапайым зат қой. Компьютер техникасы болған соң геологияға қатысты барлық құжаттардың бәрі компьютерде теріледі. Ол дайын цифрландырған зат. Графикасы компьютерде сызылады, ол дайын цифрландырылған зат. Енді осыны жасанды интеллект қолданып, ары қарата өңдеу жұмыстарын жүргізе берсек, ол әрине нәтиже береді. Ептеп беріп те жатыр. Біз бұл жағынан геологияны барлық саланың алдындағы болған деп айта аламыз. Осы 2000 жылдан бері компьютер қалай кірді? Бізді бәрі цифрландырды деп есептеңдер. Ал енді жасанды интеллект сол ақпаратты қолданып, осыны ары қарата дамытсақ, міндетті түрде нәтиже береді. Жаңа техника, жаңа технология, осының бәрі цифрлық негізде жасанды интеллект қолдансақ,
бізге біз қажет нәтижені аламыз деп ойлаймын. Үлкен рахмет. Әділхан аға, геологиялық деректердің ашықтығы туралы сіздің пікіріңіз қандай? Яғни геологиялық зерттеулердің ашықтығы және ұлттық мүдденің былайша айтқанда қорғаудың арасындағы тепе-теңдік қандай? Бұл да жақсы сұрақ, өйткені біздің қалыптасқан тәртіп бар. Секрет, құпия деген. Бір кезде солай болды өзі. Мәселен, геологтарға мен практикаға барғанда, кейін жұмысқа барғанда, мына КГБ арқылы бізді справка номер 1 дегенге оформить ететін. Ол совершенно секретный документтерге бізге рұқсат береді баруымызға. Егер ол болмаса, бізге фондқа басқаға материал бермейді. Ол құпия қайдан шықты? Біздің әлгі стратегиялық қызығушылығымыз, біздің жаңағы секреттің бәрін, құпияның бәрін өзіміз ұстап тұруымыз дегеннен шыққан. Қазір енді заман өзгеріп кетті ғой. Қазір мына жаһандану деген бір глобализация. Ол қазір ол кезде өзі барлық шектеулі болатын. Мәселен, мен осы союздың шекарасын арқылы шыға алмайтын. Мені КГБ тексеріп, пәленбай рұқсат беріп, сосын ғана шығаратын. Ал қазір жаңа әңгімеміздің басында айттық, геология саласын, жалпы экономиканың барлық саласын, соның ішінде геология саласында дамыту үшін қаржы керек. Бізде қаржы тапшы. Қаржыны бізге шетелдіктер бере алады. Біз шетелге, біздің бәрі мына құпия, сен қана ақшаңды бер де жүре бер деп айтсақ, олар келмейді ғой. Олар да пайда табу үшін, ол баяғыдан пайда үшін жұмысы жүрген адамдар, өндіріс орындары. Солардың барлығы бізде не бар не жоғын білу үшін ақпаратты білу керек. Біздің құпия дегеннің бәрі соның енді ол өзінің өзектілігін, көкейтілістігін қазір жойды. Біз алғаш 96 жылдан бастап бұйдым. Біз әлгі әртүрлі сала бойынша справочник шығардық. Темір бойынша, көмір бойынша, мыс бойынша, мұнай газ деген сияқты 20 том ғой деймін. Сол справочник шығарып, бірінші мынау ақпаратта ашықтыққа әкелгеніміз сол болды. Ол тек қана біз емес, шетелдіктер алаттағын қай жерде не бар екенін біледі. Бізде не бар екенін біледі. Ал ары қарата өзі сол жерде жұмыс үшін жете білу керек. Өздері көп жұмыс істеп тексереді оны. Біз оны қаншалықты жеткілікті зерттедік. Мынау барлығы дайын, келесіңдаған өндіріс жасай бересің десең, олар оған бармайды. Бірінші тексеріп алады. Ол тексеру үшін сол біздің құпия ұстаған жерге бару керек. Ол бір кезде, одақ кезінде, мына кен орнының аты да құпия болады. Енді әлемге тарап кеткен болса, сол кен орны орналасқан алаң құпия болатын, координаттар міндетті түрде. Біз әлгі геологиялық жұмыста жүрген кезде жалпыға тарайтын координаттарын кесіп тастайтынбыз. Ол кеннің қандай кендері бар екенді құпия болатын құрамында. Мәселен, Жезқазғанда мыс кен орны дейміз. Сол айтылуға қарай тек қана мыс бар екен деп ойлайды. Ол мыс емес, сол жерде 15-17 элемент бар. Соның ішінде шынында құпиясы да бар. Мен Жезқазғанда 10 жыл жұмыс істеп, сол Жезқазғанда 15 элемент бар, соның ішінде екеуі айтылмай кететін. Біреу алтын, біреу осмий. Құпия болған сондай, ол мамандарға да айтқызбайтын. Енді кейбір жағында мамандар білетін шығар. Мен сол жерде жұмыс істеп, оны алтынды ешқандай өндірістік көрсеткіштерде, геологиялық құжаттарда алтын туралы айтылмайды. Осмий туралы айтылмайтын. Қазір оның бәрін айту керек. Шетелдіктер келу үшін мына мыстың құрамында алтын да бар десең, ол қызығушылық артады. Алтын деген ең қымбат металл болып тұр қазір. Осмий тіпті қымбат. 1 граммы 150-200 мың доллар. Алтыннан мыңдаған десе қымбат. Біз мына кеннің құрамында тек қана мыс, молибден емес, осмий де бар десек, олардың қызығушылығы туындайды. Олар ойланып жүрсе, барам ба, бармаймын деп бірден баруға шешім қабылдайды. Ол келу деген сөз, олар қаржысына келіп жұмыс істейді деген сөз. Осы жағынан барлық ақпарат ашық болу керек. Егер ашық болмаса, сәл бір жерін біз бүгіп қалсақ, оларға да сенімсіздік орнайды. Мыналар бізге бірдеңесін айтпай қалды, соған қарағанда бір шикілігі бар ау деген сияқты. Біз оған бармай қойсақ қайтеді. Ақшамызды салатын басқа да мемлекеттер, басқа да салалар бар деген сияқты. Бұл сұрағыңа жауап осындай. Барлығы ашық болу керек, барлығы сол қолжетімді болу керек. Келем дегенге де, кетем дегенге де. Ол бізден ешкім ештеңе алып кетпейді. Жердің қойнауында жатқан байлық қой ол. Соны келіп, ақшасын құйып, ақшасын жұмыс істетіп, соны игілікке жаратса, ол бізге де керек, оларға да пайда келеді. Ешкім зиянға жұмыс істемейді, олар да пайда табу үшін келіп отыр. Ашықтық дегеннің ашық болу керектігінің мәнісі осында. Үлкен рахмет. Келесі сұрағымыз сіздің
Жалпы еңбектеріңізде соның ішінде Геобайкал 2016, Лондон 2017 халықаралық конференцияларда сіз ұсынып отырған плюм тектоникалық модель, сол бойынша өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізді айтып кетсеңіз. Иә, бұл да өте жақсы сұрақ. Бұл жалпыға арналмаған сұрақ, бұл геология саласындағы адамдарға арналған сұрақ. Өз геологияда жұмыс істеу үшін табиғатта болып жатқан құбылысты болу керек, әртүрлі заңдылықтар болады. Ол бір жерде мынандай процесс өтті, өзінше өте салды, өтті кетті десе, ол оның пайдасы шамалы. Сол процесс анау жерде болады, мынандай жерде болады. Геология тарихының мына кезеңінде де болады, мынау кезеңінде де болады деген заңдылықты білсек, ол жұмысты жеңілдетеді. Өз геологиядан тарихи ғылым. Біз алдыменен жердің тарихын зерттейміз. Қай кезеңде қандай оқиғалар болды, сол оқиғалар қандай процестің туындауына келді, әр процеспен киноның жаралу байланысты. Міне осы жағынан ол соны білмесек, соны жасамасақ болмайды. Ал сол заңдылықтарды білу, геологиялық құрылымдардың орналасуын, солармен байланысты пайдалы қазбалардың жаралуы енді бір табиғи геологиялық процестермен байланысты ғой. Соның барлығын бір теориялық негіз керек түсіндіреді ғой. Бізде 1,5 ғасырдай теориялық негіз болды, геосинклин теориясы деген парадигмасы. 1856 жыл алғаш Америка геологтары соны сол құрылымды зерттеп, мынау осы барлық жердің геологиясын түсіндіруге жарамды теориялық негіз деп ұсынған. Соны барлық қабылдады. Біздің Қазақстан соны қабылдады. Оның мәнісі неде? Ол сызықша созылған құрылымдар. Сызыққа созылады, сол сызықтың бойымен көтеріледі, төмен түседі. Сол көтеріліп төмен түскен кезде құбылыс болады, сол құбылысқа байланысты кен орны жаралады деп. 30 жылдары бізде сол алғаш бірінші келген үлкен геологтарны Кассин деген болды. Сол осы геосинклин парадигмасына негізделген Қазақстан даму теориясын жасады. Сол бойынша жұмыс істедік. Сол бойынша осы өткен ғасырдың соңына шейін солай болып келді. Мен Лондонда 2017 жылы барып доклад жасағаным, ол конференцияның тақырыбы аты былай болатын: плит тектоникаға, жаңа тақталар тектоникасын 50 жыл. Яғни жаңа геосинклин парадигмасын содан 50 жыл бұрын ұмытқан әлем. Біз әлі мынау развалдан кейін байланыс болмай қалдығымыз, сол түсінікпен әлі келе бердік. Олар тақталар дейді, біз әлі геосинклин дейміз. Біз геосинклин десек, бізге бір баяғы өңірде сүріп жатқандарымыз сияқты болып қарайды дағын, қояды. Қалып қойған өмірден деп. Вот геосинклин қалды. Оны біз қайтып геосинклин десек те, мына Кошкин деген үлкен геолог болған. Бесбаловтан кейін екінші геолог, жалпы мына Қазақстан аумағының білгірі. Сол ары бері жұмыс істеп келіп, сол 2007 жылы тектоника карта жасады. Сонда айтқан, біз қайтып геосинклин келмесек, біздің мына барлық құрылымды, болып жатқан нәрселерді түсіндіретін теория жоқ. Енді ол келмеске кеткен нәрсе қайтып келмейді ғой. Ол кеткенде оның орнына не келді? Литосфералық тақталар тектоникасы деген келді. Біздің жұмыр планета әртүрлі тақталардан тұрады. Қойдың басы сияқты. Қойдың бәрін көрдіңдер ғой? Аталардың кезінде, қазірде сол бір кезде балалар ересек болып қалды. Қойдың мүжіген кезде қойдың басы әртүрлі тақталардан тұрады. Дәл жерде сондай. Қойдың бас сүйегі сол тақталар бірігіп тұрса, жерде ол тақталардың арасы ашық деуге болады. Сол тақталар қозғалысқа келеді. Жердің ішкі құрылысына, жердің ішкі процестеріне байланысты. Қозғалыс келгенде бір тақталар ажырайды. Бір тақталар керісінше қозғалып соқтығысады. Бір тақталар бірінің астына кетеді, бір үстіне шығып кетеді. Немесе бір-бірімен ығысады. Міне литосфера тақталарының негізі осы. Тақталар қозғалыста, қозғалғанда бір-біріне қарсы қозғалып соқтығысуы мүмкін. Бір-бірінен ажырап кетуі мүмкін. Бір кездегі Африка, Оңтүстік Америка бір еді ғой. Ортасынан жік түстідағын ажырап Индия мұхиты пайда болды. Дәл сол құбылыстар геосинклин парадигмасын түсіндіретін сол екен. Геосинклин деген қабылдаған кезде соған сәйкес келгеннен кейін түсінік. Ол кезде литосфера тақталар деген түсінік болған жоқ. Енді ол литосфера тақталар тектоникасы деген ол да ғаламдық барлық планета масштабындағы нәрсе. Мәселен, Африка бір плита өзінше.
оңтүстік Америка бір плита, Евразия бір плита, соның ішінде кішкентай Қазақстан қазір бір кезде жеке тұрған, қазір бірігіп бір тақтаға айналған. Сол тақтаға келіп геологтар енді басқа амалы қалмаған соң жаңа литосфера тақталар теориясын соған енгізуге тырысты. Қазақстанда біздің жер шары сияқты әртүрлі плиталардан тұрады. Аллахандай Қазақстан қанша плитадан тұрады? Сол әр плитаның арасында 4 мұхит бар деді. Енді ол мұхит, континент деген географиялық түсініктер, ауқымды түсініктер ғой. Сонда Қазақстан ауқымында қайдан Тынық мұхиты орналасады? Осындай жағдайлар, осындай нақты жағдайлар сол бізге Қазақстанға тақталар тектоникасы келе қоймайды ғой деген ұғымға келді. Өз геологиялық карталарды қарап отырсақ, анау картада тұр әнекей. Егер оператор соны бір көрсетіп отырса, сонда бүйтіп сақина құрылыстар былай. Жауап тұрады, шетінен алады 3 сақина құрылыс. Ол қалай пайда болған? Осыдан 20-30 жыл бұрын плюм деген түсінік пайда бола бастады. Жаңа жердің терең қойнауындағы құбылыстар тақталарды қозғалысқа келеді. Сол жердің өзі ішкі құрылысы, қазақтың мына сөзі бар, 7 қат жер астында деген. Ол қазекеңдер қалай соны біліп қойған білмеймін. Шын мәнінде де Қазақстан 7 қаттан тұрады. Сол 7 қаттар бір-бірімен қозғалысқа келеді. Қозғалған кезде бірінің арасында бір үйкеліс туындайды деген сияқты. Сонда мынау тереңде осы 3000 километр жерде мантия бітеттаған қатты дене, арарата жұмсарған сұйық деп айтамыз, ядро басталады. Солар қозғалысқа келгенде екі арасындағы үйкелістен температура артып кетеді. Температура артқаннан кейін балық кетеді зат. Ал балқыған сұйық зат қайда барады? Әрине жоғары көтеріледі. Өйткені жоғары қарата көтерілген сайын оған кедергі азай береді. Міне осы плюм деген осы екен. Жердің тереңінде балқып шығатағын жердің литосфераның тақтасын тесіп өтіп жер қыртысына кіреді. Жалпы біздегі барлық металл пайдалы қазбалар осы мантия мен жердің терең қойнауындағы затпен байланысты. Жердің бетінде металл жоқ. Егер жердің бетінде, теңіздің түбінде, мұхиттың түбінде әктас түзілсе, әктес ол стерильный зат, металлды жоқ ол жерде. Ал жаңағы жердің қойнауынан магмадан бөлінген құрамында металдар бар ерітінділер келіп кірсе, солардан кен пайда болады. Менің өзі қанша жылдан бұрын геологияда жұмыс істеп жүргендегі ұстанған қадиғам, түйгенім сондай. Тек қана жердің астындағы магмаға байланысты, магмадан бөлінген әртүрлі металдар ерітіндісі кірген кезде ғана кен орны пайда болады. Ал соны әкелетін жаңа мантиплюм екен. Кішкентай ғана балқып шығады, астынан келеді, мына алтында стол сияқты. Қазір біз астынан бір металл қатты затпен бетіп итерсек, мынаның қаттылығынан да жоғары. Мына металл столымызға тесіледі бүйтіп. Дәл сол сияқты астынан келіп кернеген кезде біздің ана жердің Қазақстанның ауқымында 3 сақина құрылым пайда болған. 1 сақина, 2 сақина, 3 сақина. Әр сақинаның арасындағы жік. Сол жікпенен мантия заты келеді. Сол жарылымдарменен мантия заты, мантиядан бөлінген металл ерітінділері кіретіғын, содан кен орындар пайда болады. Біз оны нақтылап картасын жасадық. Біздегі металл пайдалы қазбаның бәрі сол жаңа сақина құрылымның арасындағы геосутуралардың ішінде. Ал арасындағы сақина құрылымдар бір жер төмен түседі, бір жерде жоғары көтеріледі. Төмен түскен кезде шөгінді алаптар пайда болады. Шөгінді алаптарда керісінше мұнай кен орындары, біздің Қарағандының Екібастұздың басқа кейін Кайназайда, Мезозойда пайда болған кен орындар сол сақина тәрізді шөгінді алаптарда пайда болады. Міне осы тұрған плюм тоқтасы дәл келіп тұр. Плюм өзі плюмге алғаш, плюм емес жаңағы геосинклинге алғаш шәк келтірген Борукаев. Борукаевты білесіздер, үлкен геолог. Сәтбаевтың кейін эстафетаны алып геология институтының директоры болған. 64 жылы Сәтбаев қайтыс болған кезде Борукаев директор болды. Ауқымды жұмыстар жүргізеді. Сонда мынау Қазақстан ауқымындағы тектоникалық картаны жасаған кезде енді көзге көрініп тұр ғой. Жаңа геосинклинде сызықша созылған құрылымдар. Ондай жоқ. Ол Борукаев мұнан бәрі доғалар деді. Бұлай доға, доға құрылымдар. Енді арғарды біріктіріп сақина деп айтқан жоқ. Өйткені оған ғылым да, әлі білім де дайын болған жоқ қой. Кейін 80 жылы мынау Шу Іле өңірін зерттеді арнайы. Ұзындығы 700 километрдей арнайы өзі ерекше құрылым. Сонымен байланысты жүздеген кен орындар бар.
соны зерттеген кезде соны зерттеушілер Балқашпен жалғастырды, Жоңғармен жалғастырды, мына әлемен жалғастырып Балқашское кольцо деп атады даже. Ол стихийно, ол кезде плюм туралы кольцевой сақина құрылымдар деген болған жоқ. Кейін келіп қоғам бірақ ойына жаңағы күдік келіп плюмге де, геосинклинге де, тақталар тектоникасына да күдік келгенге бірден түсіндіру керек қой. Сонда менің келген қорытындым осындай. Менің деп отырған алғаш мен айттым соны. Соны әлі осыған әлі бұрынғы ескі геологиямен түсінікпен жүргендер әлі осыны қабылдамай келе жатыр. Енді бірте ол прогресске қарсы ешкім тұра алмайды ғой. Егер біздегідей Жапониядағыдай, Америкадағыдай аппаратурамыз болса, жердің ядросына шейін жететін тексеруді, соның бәрін тексерсек, біз әрине бізге ешкім бұлай емес деп айтпас еді. Бізде әншейін сол ойша түйген тұжырым ғана, оны қазіргі жаңағы айтқан жаңа техникамен, жаңа аппаратурамен тексерген жоқпыз, тексере алмаймыз. Бірақ бір ғажабы, мына сыртқы сақина, анау неге кетеді? Россияның Западный Сибирь, Батыс Сибирь ойпанына кетеді. Бір Японияның ғалымы осыдан 15 жыл бұрынғы тұжырым жасағанда айтқан. Сол сақина құрылым бойынша кейін мына тақталар қайтадан адалай бастаса, сол бойынша Қазақстан бөлініп кетеді деп. Ол да менің ойыма дөп келді. Осының бәрін қорытындылай келіп, біздің Қазақстанның геологиялық құрылымы, Қазақстанда болып жатқан құбылыстар осы плюммен байланысты ғой деп. Плюм жаңа мантияның заты дедім, ал металдың бәрі мантиядан келеді. Сонда Қазақстанның аумағы өте кеңге бай аумақ болатын сол. Қай жерге барса да біздің мемлекет басшысы, үкімет мүшелері Қазақстан кен байлығына бай дейді. Бай болатығын сол. Жаңа кен айттым, картада ресми көрсетілген 2070 кен орын болса, олар игеріліп жатқан, игеретін белгілі кен орындар қоры. Қазіргі дерек бойынша геологияның 10 мыңдай кен орындары болады. 10 мыңдай кенге бай өндіріске қажет кен орын болатығын жерлер бар бізде. Ал соның барлығы плюммен байланысты металл әкелетұғын, сол әртүрлі қозғалысқа келген сақина құрылымдардың төмен түсіп, қолайлы жағдай орнағанда әртүрлі шөгінді пайдалы қазбалар жаралатығын құрылымдар пайда болған. Менің қорытындыға келгенім сол, қазіргіде соны біртіндеп, осы кеше ғана Қытайға барып келдім. Топа Азия деген үлкен халықаралық конференция өтті. Сонда осы туралы баяндама жасадым. Оны қытайлар өте жақсы қабылдады. Ол қытайлар бірге осы бағытта жұмыс істейік деп ұсыныс жасады. Олар өздерінің 5 жылдық ғылыми жоспар, оларда 5 жылдық жоспар ғой. Компартия бекітеді оны, үкімет бекітеді, компартия құптаған соң. Амандық болса, сол 5 жылдық жоспарға біздің Қазақстан аумағында зерттеу солардың құрамына кірді. Оған үкімет тарапынан миллиардтаған доллар ақша бөледі. Біз де сол кезде арнайы жұмыс жүргізіп, осы ойға алғанның бәрін тексеріп, оны нақтылаймыз деген ойдамын. Үлкен рахмет. Жалпы әр теорияның өмір сүруіне құқығы бар ғой. Бізде тарих көрсеткендей, геосинклинальды теориямыз бен жаңа глобалды тектоника теориясы ауысқандай, осы тектоникаға да қолдаушылар көбейеді деген ойдамыз. Сіз енді өзіңіз кеңестік геология мектебіненсіз ғой. Қазіргі таңдағы Қазақстанның геологиясына салыстырмалы түрде қарағанда өзіңіздің пікіріңіз қандай болады? Айырмашылығы бар ма? Айырмашылығы аспан мен жердей сын болады. Біз оқығанда білім алу үшін оқыдық. Өйткені бізді күтіп тұрды баратын жер жұмысқа. Егер біз барып сол жерде білімі жетпесе, біз енді қазақша айтқанда позор болады бізге деп. Сосын біздің университет, қазіргі Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу, ол кезде қазақ политикалық еді ғой. Біздің мамандардың сондай жақсы деп есептелген сондай, одақ кезінде біздің дос мемлекеттер көп болды ғой. Шығыс жақ, батыс жақтан Польша, Германия, анау деп кете береді ғой. Мынау жақтан Африканың дамып келе жатқан мемлекеттері қол созды одаққа. Анау жақтан Куба, Африканың оңтүстігіндегі, таяу шығыстағы, оның бәрі неге санап отырмыз? Солардың бәрі Союзға, Москваға көмек сұрады. Бізге геологиялық зерттеу жүргізу керек. Біздің мемлекеттің ауқымында да кен орындар бар шығар, соны табу керек деп.
сонда соларға жұмыс істеуге біздің политехті бітірген мамандар барады. 2 жыл барады, жұмыс істейді, валюта тауып келеді, сол валютасына анау заводқа барып Волга машинасын алады. Волга машинасы алған соң воротаның ар жағында кавказдықтар күтіп тұрады. Сат Волгаңды сат. Ойбай, 2 боласың, мен 3 барамын жағасын деп. Міне біздің мамандардың сондай өте біліктілігі жоғары болған содан. Егер олар барған кезде жұмыс істей алмай кетсе, оны кімге керек? 2 айдан кейін қуып жібереді ғой. Сонда мен оқып жүрген кезде, сол бітіргеннен 5 жылдай бұрын басталды. Мен бітірген кейін сол Союз ыдырап кеткенше біздің мамандарды шетелдіктер арнайы шақырып маман етіп жұмыс істейтін. Барлығы сол бір рет 2 жылға немесе қалдырып екінші срокқа қалдырып жұмыс істеп келді. Сонда біздің политехті бітірген геологтардың біліктілігінің жоғарылығы сондай. Ол біздің Союзда да, біздің қазір енді менің бір бітіргендердің бәрі енді ол пенсияға шығып кетіп қалды ғой. Осыдан 20 жыл, 30 жыл бұрын Союз бойынша қай жерге барсаң да, бір главный геологы немесе бір үлкен геолог мекенін басқарып отырған біздің бітірген болып шығады. Бірде Владивостокқа бардым, 2 руднигінде біздің политехті бітіргендер жүр. Оралда да жүр. Анау Камчаткаға барсаң да Союз бойынша біздің политех бітірген геологтар өте жоғары бағаланады. Білімінің сапасын жоғары болған нәтижесінде. Біздің өзімізде солар болды. Міне солар ашқан кен орындар әлі біздің игілігімізге жұмыс істеп келе жатыр. Егер сол кезде кен орындар ашылмаса, біз қазір ауыл шаруашылық сияқты қалатын едік. Біз ауыл шаруашылығын қайда жаңадан қолға алып келе жатырмыз ғой. Оны дамытпасақ бізге болмайды ол. Дәл геологияда сондай тоқтап қалды. Бізге оқуға түскендер қажеті болмай бітірген кезде барып жұмыс істейтін жер болмады. Ол қазір енді ептеп сол әртүрлі дамып келеді. Өзіміздің шетелдік компаниялардың салаларында біздің мамандар жұмыс істеп жүр. Соларға барып жұмыс істеу үшін қазіргі оқып жүргендерде ой келеді. Мен ертең анаған барсам, мен білмей қалсам, ұят болады ғой деген сияқты. Бұл өте жақсы бір қағида бар. Критерий истинной практика дейді. Сонда шынайылықты көрсететін практика. Критерий истинный, шынайылықты. Егер біз мына жерден білсек, жақсы білім алсақ, ертең өндіріске барайық, ғылымға барайық, білім барайық, осы біліміміз соларға жеткілікті болса, қажет болса, жоғары бағаласа, значит жақсы оқығандар. Ал ана жаққа барып бағалаймыз, жұмыстан қуып жіберіп жатса, онда не болады ол? Қазіргі оқып жүргендерге ептеп сондай ой келеді ғой деймін. Біз оқып жүргенде сондай оймен оқитынбыз. Білім нақты болса, ертең барған жерде мен жақсы маман деп қабылдайды ғой деген сияқты. Рахмет. Жаңа жоғарыда сіз айтып өткендей, Қытай мемлекеті Қазақстанды зерттеуге құлшынып отырғандай. Жалпы шетелдік компаниялар, шетелдік геологтар, мемлекеттік тұрғыда да жобалар болады ғой. Біздің мемлекет тарапынан болсын, геологтар компания тарапынан болсын. Жалпы сондай халықаралық серіктестіктер Қазақстанның геологиясының дамуына қандай пайда алып келеді деп ойлайсыз? Үлкен пайдасы қаржысымен келеді бізге. Ол геологиялық кен байлықтарын зерттеу үшін оны тек қана Қазақстанда зерттеу керек. Бізді Қазақстанды барған жердің барлығы, бізді естіген жердің барлығы бізді құрметтейді. Ол құрмет деген қазақтарға көрсетіп жатқан құрмет емес. Біздің Қазақстан кен байлығы. Көп мемлекетте кен байлығы жоқ. Европа, мәселен, тауысқан ол жерде жоқ. Жапония дейміз. Электроникасы дамыған, машинасы дамыған, оларда шикізат жоқ. Не істейді? Сол шикізат бар жерлермен байланыс жасап, солармен достасуға тырысады. Кеше ғана президент Америкаға барып келді. Олардың да бір мәселесі көтерген, біздің кен байлықтарын бірге зерттеп, бірге өндірейік деген. Мен осы мақсатта шетелдіктердің бізге тиімді әріптес болатына бір жағынан қаржысы, екінші жағынан техникасы. Мына лабораториялық басқа бізде енді қазір жоқ қой. Мына одағы дыраған соң бізге лабораторияға арнайы аппаратура, құрал жабдықтар алу үшін ақша бөлінбейді. Ол тегін қайдан келеді? Оның бәрі қымбат. Біздің өзімен лабораторияны жалпы әлемдегі лабораторияны 3 деңгейлі деп айтар едім.
Біреу қарапайым деңгей. Барасың, далаға келесің, ана көзге көрінбейтін нәрсені микроскопнасын қарайсың, көресің. Осымен болды. Бұл енді өте қарапайым түрі. Екінші деңгейлі, әйтеуір соны ары қартада тереңдеу зерттейтін аппаратура болады. Ол бізден депте бар қазір. Сонда біздің Қазақстанда сол екінші деңгейлі. Біздің лабораторияда сол екінші деңгейлі көтеріп келеді қазір. Үшінші деңгейлі деген өте жоғары дәлдікпенен жұмыс істейтін электрондық микроскоп, масс спектрометр сияқты қымбат, әтері құнды саймандар, құралдар керек. Бізде ол жоқ. Шетелде бар. Сонда біздің кендерді зерттеу үшін солардың лабораториясын зерттеу жүргізсек, біз бермеген құрамындағы элементтер, металдар сол жерден шыға келеді. Олардың бізге әкелетін пайдасы екі жақты. Біреу қаржысымен келіп игеруге көмек етеді. Екіншісі соны терең зерттеуге көмектеседі. Соның нәтижесі біздің Қазақстанға міндетті түрде пайда келеді. Үлкен рахмет. Жаңа айтып өткеніңіздей, біздің елбасымыздың ақш-қа барып меморандумға қол қойғаны қазіргі таңдағы қай бағыттар, қай элементтер, енді айтып жүрген стратегиялық маңызды элементтер дейміз, біздің Қазақстанымыз дамуына маңызды болып есептелінеді, және еліміздің қай өңірлерінде осы геологиялық әлеуеті жоғары деп есептейсіз? Қазір мына техника, технология дамыды дедік. Сол технология, нәтижелі жұмыстың қажет техника керек. Мәселен, міне байланыс құралы жатқан телефон, аппаратура. Мұның ішінде қуаттандыратын аккумулятор бар. Кішкентай ғана. Ал машина жүр анау жерде. Оның да аккумуляторы бар. Ол бір 20 кило. Мына жерде 2 грамм. Біз мына телефон жұмыс істеу үшін 20 килограммды аккумулятор көтеріп жүрсек жұмыс істей алмаймыз ғой. Сонда осы техника жұмыс істеу үшін, технология нәтиже беру үшін біз жаңа басқа элементтер, басқа жаңа элементтер керек. Бұған шойын болат керек жоқ. Бұған жаңағы литий, никель, кобальт, басқа құнды элементтер бар. Соның барлығы біздің Қазақстанда жеткілікті. Мына Жапон мемлекеті бір Қытайлармен ептеп сөзге келіп қалды дағына, осыдан біраз бұрын. Қытайдан келетұғын жаңа сирек жер элементтер келмей қалды. Ол келмесе олардың электроника өнеркәсібі тоқтайды бірден. Бұл өте қазір қажет. Сонда мынау біз грамдап алатұғын элементтер, сирек жер, сирек элементтер дейміз, құндылығы мына тонналы болатын болат, сойтонды қымбат болады. Осының бәрі Қазақстанда болған соң, қазіргі жаңа технологияға, техникаға қажет осы элементтер болған соң, қазір барлық мемлекеттер бізбен достасуға тырысады. Бізбен бірге игеріп, осыны өзінің игілігіне де жаратса, біздің игілігіне жаратса, әрине жақсы ол. Бұл тарапынан өте ол шетелдермен бізге достасқан, байланыс жасаған, бізбен әріптес болып жұмыс істеген өте қажет. Екі жақтама қажет. Бізге де, оларға да. Осыны біз дамытсақ, бір кезде көмір өндірген, темір өндірген миллиондап, осы сирек элементтерді, сирек жер элементтерді біз дамытсақ, сол өндірісті, олардың пайдасы әкелсе, біздің бюджет осыдан көбейеді бірден. Бюджет көбейсе, Қазақтың халқын жағдайды дұрысталады. Айналып бергенде Қазақстан халқының жағдайын дұрыстау керек қой. Ал дұрыстау үшін қаржы керек. Қаржы әкелетұғын осы сирек жер элементтер болып тұр қазір. Өйткені техника, технология қажеттің барлық содан алынады. Бұрынғыдай тонналатын техника керек жоқ. Қазір кішкентай ғана техника, бұрынғы тонналар тұратұғын техниканы алмастырып жатыр. Рахмет үлкен. Жалпы қазіргі таңда менің өз ойым, жастардың көбісі IT салаға бет бұрып жатыр. Маркетинг бар. Сіздің ойыңызша жастардың көзқарасы жалпы геология қызығушылығын арттыру үшін не істеу керек? Енді барлығын айналып кеп қаржыға тіреледі. Айлығын көтеру керек бірінші кезекте. Мынау IT саласынан жылдам жұмыс табады. Барған жерде айлығы жоғары жалақы алады. Ал геолог болу үшін ол 4 жыл оқыған аз, 6 жыл оқу керек. Оны жұмыс істеу керек, барып жұмыстан нәтиже алу керек. Егер бізде бірден сол IT саласындағы мамандар сияқты геологтарды айлықты көп алса, геологияда көп келеді. Өйткені геология негізі ғой барлығының бәрібір. IT болсын, басқа сала болсын, ол геологиясыз еш экономиканың саласы жұмыс істей алмайды. Егер геология тоқтаса, бәрі тоқтайды. Геология жоқ,
кен жоқ. Кен өндірмейді, кен өндіріс саласын бір тоқтады. Жүздеген мың адам далада қалды. Металл алмаймыз, металлургия саласы тоқтады. Металлургиялар беретұғын өнім жоқ, айтимыз да, майтимыз да бәрі тоқтайды. Сонда негізінде бәрі айналып көп геология тұр. Сол геология беретұғын өнім болса, соның негізінде барлық сала дамай береді. Ал болмаса, ештеңе даммайды. Жаңа айттым, Жапонияға егер сирек жер элементтер бармай қалса, оның сол саласын бір тоқтайды. Ол ауадан алмайды ғой, судан алмайды. Европаның барлығы сол өздерінде жоқ, сол қай жерде бар, солардан алады. Америкада келіп, өте бай, өте үлкен мемлекет дейміз, олар да сол минерал шикізатқа тәуелді оларда. Біздің президент барған кезде бірінші сол жаңа шикізат, сирек элементтерді бірге игерсек деген ұсыныс берген содан. Ол айта салған жоқ, өмір қажеттілігі болды. Осы өмір қажеттілігіне барлық сала дамиды. Осының негізінде қазір IT саласын дамып келе жатқан. Осының негізінде цифрландырып, сол ақпараттың негізінде жасанды интеллект дамып дегеніміз. Айналып келгенде геологияны алып тастасақ, баяғы шетелдің нелері болшы еді ғой, миф аңыздары, как антей оторвана от земли деп. Дәл сондай болады. Ол мынадан геология негіз кеткен бетте барлық сала тоқтайды. Ол соны көбі түсіне қоймайды. Ол ойлайды, қазір магазинге барамда қымбат телефон сатып алам, крутой болып жүремін деп. Ал оны жасайтын шикізат болмаса, қайдан шығады ол телефон? Ол сала тоқтайды. Ол сала тоқтаған соң, ол бала да, үлкен де, шаға да ол телефонды ала алмайды, өйткені өндіріс тоқтайды. Осыны әр адам білу керек. Осыны біліп, әр адам геология саласын сыйлау керек. Геологқа сыйластықпен қарау керек. Дәрігерге қарайды, жақсы бір дәрігер болса, мына мен денсаулығым түзейді, осы керек адам деп. Ал экономиканың дәрігері де, қолдаушысы да, қолпаштаушысы да осы геология. Минерал шикізат негізі. Өте дұрыс айтасыз, келісем. Жоғарыда айтып өткендей, студенттеріміздің ахуатын жақсарту үшін, жалақысын көтеру үшін тәжірибе керек қой. Қазіргі таңдағы біздің студенттеріміздің өндіріспен бірге қарым-қатынасы қандай? Далалық тәжірибені қалай алады? Қазір ептеп бұл жағы дұрысталып келе жатыр. Өйткені геология саласында жасайтын өндірістер пайда болды. Соған жұмыс істейтін, практикаға баратын студенттер керек. Сол геологтар дайындайтын вуздармен, соның ішіндегі ең жетекшісі біздің университет болған соң, бізбенен келісімшарт жасап, біз оларға жазда практика жібереміз. Олар екі жақтама пайдалы. Оларға да сезондық жұмысты, үлкен ауқымда жұмысты атқарып тастайды. Бізге де студенттер барып, аудиториялық білімін тексеріп, нақтылап қайтады. Ертең соның ішінен солар шақырып, өздерін маман етеді. Геологиялық ол практика саласы дамыған сайын өндіріс саласы. Оларға қажет мамандар да көп бола береді. Көп болған сайын біздің геологтар да геология саласындағы дайын мамандар да көп қажет болады. IT қазір барлық жерде жалпылама. IT маманы жұмыс істейтін жер жоқ қазір. Соған байланысты олар керек. Ал геология саласы шектеулі ғана. Біз геологты апарып басқа жерге сен мына өндіріс жұмыс істей берсек, ол жұмыс істемейді ғой. Сонда өзінің саласы болса, сол сала практикаға татса, ертеңіне содан өзіне маман дайындаса, олар да біз емес тек қана бізге қарап отырмай, бізге дайындап әкеледі, бізге солар жұмыс істейді. Бұл екі жақтама нәрсе. Өндіріс пен білімнің арасы осындай болу керек. Рахмет үлкен, Әділхан аға. Енді өзіңіз мыңдаған студенттерге сабақ бердіңіз, тәрбиеледіңіз, көптеген магистрант, докторанттар, докторлар шығардыңыз. Жалпы өзіңіздің сол геолог мамандарға ең жиі беретін кеңесіңіз қандай? Және де жақсы геолог болу үшін қандай қасиет бойында болу керек? Енді әр сала сияқты мамандықтың сол салаға ол оқуға түскен бейімділік болу керек. Сол оқуға түскен адам оған бейім болмаса, оған өзі соны түсінбесе, неге оқып жүрген, әрине маман шықпайды. Ол маман шығады ғой, дипломын алды басқа салаға кетіп қалады бәрібір. Сонда бірінші кезекте қызығушылық туындап, әр түсетін студент өзін болашағын нақтылап алу керек. Осы маған қажет болады, осы маған қажет, осы салада мен оқиын дағыны қолғабысым тигізейін. Өндіріс болсын, оқу болсын, ғылым болсын, білім болсын деген сияқты.
енді бұрынғыдай топырлап келіп документ тапсыра бермейді ғой енді. Қазір осы сала саған осы саладан солармен де жұмыс істеп, егер соның бағыт бағдар берсе, соған өзінше өзі таңдап келсе, ол ары қарата оқиды әрине. Ал жай түсе салып, ертең мен диплом алсам болды, мен ертең ана жаққа барамын, мына жаққа барамын, әрине одан толық болмайды. Сондықтан жастар мамандық дайындаған кезде, оқитын мамандық дайындаған кезде алдымен өздерің ары жоғары төмен ойлап алыңдар, жан жаққа қарап. Геология өте қызық сала, өте қажет сала. Біртіндеп бұл геологияның мәнісі артқан сайын, оның айлығы да арта береді. Айлық артқан соң ол сендерге де қызық болады. Енді барлығы сол тұтынушы ғой. Тамақ ішпейтін адам жоқ, киінбейтін адам жоқ. Оның бәріне қаржы, ақша керек. Ақша көп тапсаң, өмірді жақсы сүресің деген қағида. Дұрыс айтасыз. Жоғарыда біз геологияны ғылым ретінде мемлекеттік саясатқа көзқарас ретінде талқыладық. Келесі сұрағым бұл геология мен философия жайында болмақ. Жалпы өзіңіз, сіздің ойыңызша геология бұл ғылым ба, немесе өмірлік философия ма? Бұл геология деген ең басында айтқам екі саласы бар. Біреу танымдық саласы деп. Танымдық тұрғыдан бұл ғылым да, философия да барлығы. Біз дүние танымыз кеңейіп, өмірдің не екенін білеміз. Екінші ол мына практикалық сала, өндірісте жұмыс ететін геологтарға. Осы жағынан ол енді кім бітірген соң қалай болып кететініне байланысты. Ол Сүлейменов босқа айтқан жоқ қой. Барлығы осы, барлық мамандықты оқитындар геологияны оқыса пайдалы болар еді деп. Сонда өмірге деген көзқарасы өзгереді, өнімге деген танымдылығы артады. Бұл танымдық деген нәрсе ең қызық өзі. Қандай адам болмасын, ол қажеттілігі бар танымдыққа. Геологияны айттым мен тарихи ғылым деп. Геологияның тарихы 4 миллиард 600 миллион жыл деп есептейміз. Соны әр кезеңде дами береді. Ең соңғы кезегіндегі шыққан адамдар. Біз ақылымыз астып, осы барлығын жасап жүрген жақсылықты жаманды адамдар осы геологиялық дамудың ең соңғы сатысында. Енді қоғамдық, мен сол тек қана минерал шикізат емес, былай хоббиім сияқты адамзаттың тарихымен де айналыстым. Осы тарихта да жазған еңбектерім бар. Біздің айналысымыз тарихи тұрғыдан бұл енді жаңағы табиғи құбылыс деп есептейміз. Енді қоғамдық тарих бар, олар енді қоғамдық өзгерістерді зерттейді, әлеуметтік. Бір кезде тарихшылардың бәрі 5 жылдықтың тарихшысы болады оның. Бірінші 5 жылдықтағы тарихы, экономиканың даму тарихы не дейді әлгі? Значит, мәнісі екінші 5 жылдықтағы, үшінші 5 жылдықта бізге тарихшылардың бәрі шектеп қалған. Ал қазір сол тереңдеп, оларға да сол геология оқыса, олардың көзқарасы өзгерер еді. Ол қазіргі де шектеулеп қалмас еді. Ол Сүлейменовтің сөзін оларға да айтып отырмын. Бұл жағынан әрине өте қызық. Сол мен айтар едім, ең дұрыс тарихшы осы геологтардан шығады деп. Олар өткен құбылыс жердің планетасын тарихын біледі. Адамдардың қалай шығып, қалай дамып, қандай бағытта келе жатқанын біледі. Осы жағынан жаңағы қоғамдық тарихты зерттейтін мамандар, мынау осы мамандармен бірге жұмыс істесе, өте нәтижелі болып шығар еді деп ойлаймын. Бұл әрине бір жағын философия дегеніміз сол. Екінші жағынан нақты өндіріске бағытталған. Сол өндіріске барғандар да осы танымдық жағын біліп барады. Ол кейін тек қана сол геология сала емес, басқарушы салаға ауысқан кезде әкімде шығады, министрде шығады, біртіндеп шығады ғой. Соның бәрі осындай көзқарастағы адамдар нәтижелі жұмыс істейді деп ойлаймын. Рахмет. Жалпы біз жиі естіп жүретін жердің дауысы деген метафора бар. Сіз оны өз басыңыз қалай түсінесіз? Жердің дауысын мен біле қоймаймын енді. Жердің сыры, жердің тілі деген білемін. Өз ойыңызды айтып кетсеңіз. Әрине, бұл біздің планета барлық саламен салыстырғанда біз қаншалықты жерді білеміз десек те ғана, өзі Ферсман осыдан 100 жылдай бұрын анализ жасап келіп, осыдан 70 жыл бұрын айтқан екен. Біз жерді білетіміз 13% қана деп. Енді қалған 87% қалай білеміз? Егер біз соны біле түссек, тереңдеп білген сайын ол бізге өзінің нәтижесін берер еді. Өзінің жемісін берер еді. Бұл жағынан әрине өте қызық. Біз сол жердің сырын
білген сайын бізге қажетті де көп біле береміз. Жердің тілін білген сайын олармен сөйлесіп біз де қажетті білеміз. Мысалы геологтар тас талаттаған сөйлесе береді. Сөйлескенден құрамын, қалай пайда болған, несін бәрін тарихын біледі ғой. Иә. Соған бастап тарих соның бәрін айта берсе, жай қарапайым адам түсінбеуі мүмкін. Қожанасыр мен не айтып тұр деп. Бұл соның білгендігі. Жаңа сыры деген енді үлкен, біздің планета жер шары ғана кішкентай, глобусқа қарасаң. Ал шынымен де өте үлкен. Жаңа біздің әлі білмейтініміз көп дегеніміз сол. Кейін мынау аппаратура дамып, Америкада, Европада, Жапонияда сол жердің бетінен терең ортасына шейін зерттеулер жүргізген кезде біздің танымымыз өте күрт өзгеріп кетті қазір. Бірақ енді ол өзгергенде 100% білет деген сөз емес. Біз адамды да күніге жасап жүрген операция, мынау біле бермейміз ғой 100%. Ал мына жер шары әрине оның мысалы өте үлкен дүние. Осыған байланысты біз жердің сырын біле берсек, тілін біле берсек, бізге сол өзінің жемісін беретін нәрсе. Біз енді өзіміздің интервьюіміздің соңына таяп қалдық. Жоғарыда айтып кеткендей, өзіңіз Қазақстанның геологиясының дамуына көп студенттер, магистранттар, докторлар дайындап шығардыңыз. Жалпы сіздің осы геология саласына жаңадан қадам басып келе жатқан жас буынға берер бір кеңестеріңіз болса? Ол жас мамандар оқу керек. Баяғы Ыбырай Алтынсарин айтамыз айтты ғой. Онан кейін Ленин де айтты, оқу және өтті деп. Бір Аллаға сыйынып кел балалар оқиық дегендей, сендер мына оқымасаңдар, оқулықты, жазылған кітаптарды ол ештеңе болмайды. Мен мына оқулықтарды Қазақстанда өзі жаңа пәленбай оқулық жаздым дедім. Соның барлығын сол жаңа бастаған студент соны түсінікті болсын деп жаздым. Мен білгішсініп бір научный оборотын жазып тастаған жоқпын. Оқисың, түсінікті болады. Соны түсінікті болу үшін кішкене былай бастапқы білім болса, ары қарата жалғастырып кете бересің. Білімнің бәрі кітапта болған, бола да береді. Сондықтан сендер кітап оқып, оқулықтан бастаңдар. Оқулық сендерге шейін алға өмірге жылжуға ғана қажет беретін оқулық бұл, жалпылама. Ары қарата арнайы әр саласының өзінің ғылыми еңбектері бар. Соларды оқу керек. Біз қазір студенттер көбінесе не істейді? Ескі бір оқулықты алады дағы, соны көшіріп жаза салады. Ескі геологиялық отчеттардан көшіріп жаза салады. Оны ескі екенін мен қайдан білемін? Жаңағы терминдеріне қарап. Әлі сол геосенкі мынау десе бітті шығар. Мен айтамын, мынаны сен қой, сен кішкене мында кітап оқы, ғылыми әдебиет оқы, кішкене өзіңді байыт. Өзің түсінігін қалыптасып, сен осы деңгейден жетті ғана осыдан жоғары көтеріліп кетуің керек деген сияқты. Сондықтан әр оқушыға, әр студентке ол геология саласы емес, жалпы оқуға түстің бе, сен оқымасаң білімің жетік болмайды. Білің жетіп болмаса, ол нені кімді жарытасың, нені жарытасың? Ғылымды да, білімді де өндірісті жарытпайсың. Сонда Ыбырай Алтынсариннің сөзін есте сақтаңдар. Оқыңдар, тоқыңдар, тоқығандарыңды іске асырыңдар. Сонда өздеріңді дамисыңдар, экономиканы дамисыңдар. Біздің Қазақстан, алға Қазақстан ең жоғарыда тұратын болады, сендердің арқаларыңда. Жастар, осыны естеріңе сақтаңдар. Ал бұлай жалп әншейін жаңағы интернет аша салып жазып бере сал, ол қалмайды ғой сенде. Ол тапсырманы жасап өткізу үшін ғана керек. Содан білім бірдеңе, егер бірдеңе сақталып қалса санаңда, онда жақсы. Жай әншейін алып көшіріп жазып бере салып бітті шаруа десең, онда шаруадан сонында бітеді. Білім болмайды. Ол санаңа сол оқығанның бәрін сіңіріп, содан бір шешім қабылдап, ары қарата жылжыта алсаң, сонда сен қоғамға да керексің, өзіңе де керексің, жалпы бәріне керек боласың. Осыны есте сақтаңдар. Бәрекелді, керемет жауап Әділхан аға. Келесі сұрағымыз, егер сіздің өміріңізді бір сөйлеммен ғана жауап айту керек болатын болса, ол қандай сөйлем болар еді? Өз қазақ деген мақалға фразаларымыз не еді? Өзі мақал ғой енді, бұл не сондағы бай. Ол қайдан шықты? Ол бай өмір тәжірибесіне жинақтап жасаған бір ауыз түйін деген. Сол түйін. Менің өзі өмірде ұстаным еңбек. Еңбек түбі зейнет деп, Құдайға шүкір. Ол жағы бар. Сонда әр адам еңбектену керек. Өз адам өмірге келген соң, сол өмірден ләззат алса, сол алған еңбегінен нәтиже болса,
бұл өте жақсы болады. Мен айтар едім барлығына, еңбек түбі зейнет деп. Еңбек бетінде қалғып жүрсең, солай жүре бересің өмір бойы. Өмір бойы лозунгымен жүре берсең, өмірі жүре бересің. Ол өзіңе бірдеңе берер, ол қоғамның дамуында да, экономиканың дамуында ештеңе бермейді ол. Бүгін біз тек қана геология емес, оның өмір мен еңбек және философия жайында сөз қозғадық. Жалпы көрермендерге айтарымыз, еліміздің әрбір тасы, әрбір қабаты ол біздің тарихымыздың бір бөлігі. Оны зерттеу тек қана геологтардың емес, жалпы еліміздің әр азаматының білу керек тиісті заты деп есептейміз. Әділхан аға, біздің бүгінгі интервьюіміздің соңында біз кішкене қызықтыру ретінде блиц сұрақтар дайындап едік. Бұл блиц сұрақтарға сіз ойыңызға келген бірінші жауабыңызды айтуыңызға болады, қысқа нұсқа айтуыңызға болады. Жалпы өзіңіздің ойыңызша қалай жауап беруге дұрыс деп ойлайсыз, солай жауап берсеңіз болады. Бірінші сұрағымыз, сіздің сүйікті минералыңыз? Менің сүйікті минералым изумруд. Ол менің талисманым. Ол өзі табиғатта бейімдеп қояды, туған айына, туған жұлдызына байланысты өзі сондай қалыптасқан ғой. Менің қалыптасқаным сол маған өзі сәйкесте келеді, изумруд деген. Бұл деген өте маған енді жолым болды деп ойлаймын. Менің талисман изумруд болған, әншейін бір кварц бірдеңе емес. Бұл өте қымбат. Бұл таза мөлдір изумруд, жасыл тас қой, өте көркемді жасыл тас. Ол алмас бриллиантынан қымбат. Мынау жерінде бір сондай табиғи изумрудтан жасалған бір алған бар еді, оны біреу ұрлап кетті де алып қойды. Бұл өте әсем минерал. Мен соған сәйкес келген өзім қолымда да. Жақсы екен. Екінші сұрағымыз, сіздің тәжірибеңіз бай ғой негізі. Өзіңіздің тәжірибеңізде ең әсерлі болған бір экспедиция немесе бір оқиға болса, сонымен бөлісіп кетсеңіз. Ол енді әр экспедиция өзінше бір танымдық дүние. Әрқайсысының қызығы болады. Оның бәрін көп айтып. Бірінші солған әсерім, жаңа бетпақ даладағы бірінші экспедиция. Мен сол жерде өзімнің білімімді тексердім. Білетінімді білдім. Мен жасаған дүние сол іске асып қабылданды. Жалпы өзіңіздің қызығушылығыңыз көп қой. Соның бір қызығушылығын айтып өтсеңіз. Мен мына тарихи дүниемен көп айналысам, көп қызығам. Осы бағытта қолым босағанда жұмыс істеп те жүрмін. Бір кезде геология саласы тоқтап қалдық дедім. Бірақ мен тоқтаған жоқпын, мен жаңағы салада жұмыс істедім. Қазір де осы салада жұмыс істеймін. Тереңдеп тарихымызды біле берсек, өйткені геология тарихи ғылым дедім. Тереңдеп тарихымызды біле берсек, сол негізде бізді өзіміздің кім екенімізді тани береміз. Біздің кім екенімізді біз арқылы әлем танитын болады. Қазақ халқы өте көне халық. Өмір тәжірибесі өте бай. Осындай кеңістікте босқа жүрген жоқ. Олар аспанға қарап, жерге қарап, ғибрат алып, бір-біріне осындай философиялық тұрғыдан жеткізіп фразаларын, солай болған халық. Қазақ барлық халықтардың да бастауы болды деп ойлаймын дамудың. Оның негізі бар, ол бөлек әңгіме, ол туралы әңгіме болса, оны кейін айтарым. Егер сіз бір күнге студент болсаңыз, не істер едіңіз? Рахат болыр еді. Не істер едім, сол істегенімді мүмкін одан да тереңірек, одан да мәндірек жасар едім. Бізге енді Құдайға шүкір әр саладан білім берді, оның барлығын енді соның негізінде бір бөлім араланып шығасыңдағын арғада жылжисың ғой. Студент деген ол губка сияқты, барлық білімді бойына сіңіре беру керек. Мен де содан да көбірек сіңірер едім деп ойлаймын. Рахмет. Сіз үшін табыс деген не? Табыс деген ол еңбегіңнің нәтижесіне қуана білу. Еңбегің нәтижелі болса, ой, міне табысқа жеттім дейсің, ол рахат, өмірдің рахатына әкеледі. Егер босқа қалсаң, онда кімге керек мен дейсің ғой. Иә. Рахмет Әділхан аға. Біздің интервьюімізге келіп, өзіңіздің ойыңызбен бөліскеніңіз үшін бізге және біздің көрермендерімізге бұл өте үлкен шабыт және сыйлық. Осы біздің интервьюіміздің соңында AZ Geology каналынан сізге осы жобаға берген сұхбатыңыз үшін ризашылық пен құрмет белгісі ретінде осы
кітапты сізге сыйға тартқымыз келіп отыр, қабыл алсаңыз. Бұл геологияның тарихы 25 тастан тұратын осы автордан берілген кітап. Бізге бұл кітап өте қызықты болып көрінгеннен кейін сізге сыйлық ретінде тартуға шештік. Тамаша, рахмет. Құрметті көрермендер, бүгін біздің интервьюімізде болған геология, минералогия ғылымдарының докторы, профессор, академик, Қазақстанның минерал шикізат қорына зор үлес қосқан тұлға Әділхан Бегділдаұлы Байбатша. Алғысымызды білдіреміз. Келесі біздің интервьюлерімізде Қазақстан өзіміздің еліміздің геологиясын қызықтыратын ақпараттармен толықтыруға тырысамыз. Еліміздің тарихын, геологиясын зерттеу әрбіріміздің міндетіміз деп есептейміз. Рахмет. Рахмет, табысты болыңдар. Мынау жазғандарың көпшіліктің құлағына жетіп, санасына сіңсе, геологияны ептепті болса түсінсе, біздің осы пайда әкелді ғой деп ойлаймын біздің кездесу. Аман болыңдар, жетістікке жете беріңдер. Жақсы. Әумин, рахмет.